Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендерім, тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгінгі оразаның 9-шы күніне арналған ас мәзірімізде осындай құнарлы, өте дәмді қайнатпа сорпа болады, және осы сорпамен жеуге керемет үйлесетін үй жағдайында лепешкалар пісіретін боламыз. Екеуінің де дайындалу жолы өте қарапайым әрі оңай, сондықтан міндетті түрде видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен біз қайнатпа сорпаны дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге қойдың немесе сиырдың, жылқының осындай кесек еттері қажет болады. Кішкене майынан да араластырып алыңыздар. Осы ірі кесек еттерімізді қазанға салып, үстінен салқын су құйып, газ отымызға қоямыз. Қазанның қақпағын жауып, толықтай қайнап шыққанын күтеміз. Толықтай қайнап шыққаннан кейін осылай беттеріне көбіктері шығады. Бұл артық көбіктерін сүзгіштің көмегімен алып тастаймыз. Енді сорпамызға дәміне қарай тұз қосамыз. Мен ірі қара бұрыштан да кішкене саламын, және 2 дана лавр жапырағынан да қостым. Орташа көлемдегі 2 пиязды мен осылай бүтіндей салып жібердім. Сіздер турап қоссаңыздар да болады. Енді оттың астын орташа етіп қойып, қазанның қақпағын қиялап жауып, тағы да қайнататын боламыз. Оған дейін біз көкөністерімізді турап дайындап қоямыз. Көкөністерді видеода көріп тұрғандарыңыздай міндетті түрде ірілеп турап алыңыздар. Қызанақты қосу міндетті емес. Қызанақ болмаса ештеңе қоспай қойсаңыздар да болады, немесе томат қосып жіберсеңіздер болады. Барлығын осылай ірілеп турап шығамыз. Егер майда болып қалса, қазір сорпада әдемі көрінбей қалуы мүмкін, және де езіліп кетуі мүмкін. Сол себепті осылай ірілеп турағанымыз әдемі көрінеді. Ендігі кезекте осы турап алған көкөністерімізді қайнап тұрған қазанымыздың ішіне саламыз. Құрметті көрермендерім, каналымның әрі қарай өсіп дамуына үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруларыңызды сұраймын. Көкөністерімізді салып алғаннан кейін тағы да толықтай қайнағанын күтеміз. Қақпағын жауып, орташа отта 1,5 сағаттың көлемінде қайнатамыз. Мінекей 1,5 сағаттың көлемінде қайнады. Негізі қайнатпа сорпа 1,5-2 сағат немесе 2,5 сағаттың көлемінде қайнап шығады. Еті жұмсарғанша осымен біздің қайнатпа сорпамыз дайын. Артық ештеңе қосқан жоқпыз. Соңында осылай ас көкті сеуіп дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Өте дәмді, жеңіл тағамдардың бірі, әрі витаминге бай тағамдардың бірі. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ал біз келесі кезекте осындай алтындай керемет лепешкаларымызды пісіруді бастаймыз. Дүкеннен сатып алған нанға қарағанда өзіңіз осылай үй жағдайында пісірген нандарыңыз әрқашан дәмді әрі берекелі бола түседі. Ендеше кеттік. Алдымен електен өткізіп алған ұнымыздың үстінен жарты ас қасық тұз саламыз. 1 ас қасық толтырып қантымызды саламыз, және 1 ас қасық қатты толтырмай ашытқымызды салып кішкене араластырамыз. Одан кейін жылы суымызды құямыз. Келесі кезекте үстінен жылы сүтті және аздаған күнбағыс майын құйып, бірінші қанты мен тұзы ерігенше кішкене осылай араластырып аламыз. Одан кейін қамырымызды илеуді бастаймыз. Барлығын жақсылап, ешқандай іртік қалмайтындай етіп, шамамен 3-4 минуттың көлемінде жақсылап араластырып илеп алыңыздар. Мінекей қамырымыз осылай иленіп шығады. Енді илеп алған қамырымыздың бетін пищевая пленкамен жауып, шамамен 1,5-2 сағатқа толықтай көтерілгенше ашып шыққанша қалдырамыз. 1,5-2 сағат уақыт өткеннен кейін біздің қамырымыз осылай әдемі болып көтеріліп шығады. Енді столдың үстіне аздаған ұн себелеп, қамырымызды 1-2 басып илеп аламыз, және бірнеше бөлшектерге бөліп аламыз. Барлық нандарыңыздың бірдей шыққанын қаласаңыздар, таразымен өлшеп бөліп алсаңыздар да болады. Енді бөліп алған әр қамырымызды осылай қолымызбен басып, илеп, зуалашалар жасап шығамыз. Араларын кішкене ашықтау етіп қойып, беттерін тағы да пищевая пленкамен жауып, 10 минутқа кішкене көтерілгенше қалдырамыз. 10 минут уақыттан кейін қамырымызды осылай шет-шетінен ала отырып күлшелеуді бастаймыз. Нанымыздың ортасын осылай басып, нанымызды жақсылап күлшелеп лепешканың формасын келтіріп аламыз. Каналымда күнделікті ауызашар мәзіріне арналған рецептер шығып отыратын болады. Жіберіп алмас үшін төмендегі подписаться батырмасын басып, қоңырауша белгісін басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Енді нанның ортасын осындай нан ұрғыштарыңыз болса, осылай жақсылап ұрып басып шығыңыздар. Егер мұндай болмаса, вилканың, яғни шанышқының көмегімен басып алсаңыздар болады. Қалған келесі қамырларды да дәл осылай алып, ортасын басып, күлшелеп, алдын ала дайындап қоямыз.
Мінекей осылайша барлығын дайындап алдық. Енді барлығын міндетті түрде осындай мата дастарханның үстіне араларын ашықтау етіп орналастырып, тағы да беттерін жауып 20 минут уақытқа көтерілгенше қалдырамыз. Міндетті түрде осылай қалдырыңыздар, сонда нандарыңыз жақсы көтеріліп пісетін болады. Енді 20 минут уақыт өткеннен кейін тағы да орталарын осылай бір ұрып жібереміз. Және беттеріне жұмыртқаның сарыуызын жағып, күнжіт немесе мак сепсеңіздер болады. Мен қара седанамен күнжіт сеуіп шықтым. Шеттеріне де осылай септім. Және 190-200 градуста алдын ала қызған пеште 20 минут уақытта осылай қызарғанша пісіріп аламыз. Келесі нандарымыздың барлығында дәл осы рет бойынша пісіреміз. Шеттерін осылай мен кішкене әсемдік үшін кесіп шықтым. Енді өз қалауларыңыз бойынша жасай берерсіздер. Нандарымыздың бетіне тағы да жұмыртқаның сарыуызын жағып, беттеріне күнжіт седана сеуіп, алдын ала 190-200 градуста қызған пеште 20-25 минут уақытта қызарғанша пісіріп аласыздар. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, біздің нандарымыздың барлығы да алтындай болып, әдемі болып қызарып, кереметтей болып пісіп шықты. Енді пештен шыққан бойда беттерін мата сүлгімен жауып қоятын болсаңыздар, тағы да біршама жұмсара түсетін болады. Осымен біздің өзбек лепешкаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қайнатпа сорпамен ішсеңіздер, өте керемет үйлесетін болады. Үйден қолдан пісірген нандарыңыз әрқашан берекелі әрі дәмді бола түседі. Тұтқан оразаларыңыз қабыл болсын. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Видео ұнаса, лайк басып, төменде комментарий қалдырып, мені қолдауды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Нұрзина.